Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 54-ші сабақ күй құдіретін өтеміз. Бірінші тапсырма жұмбақты шеш. Қос қазық, екі желі, 8 ноқта. Сөйлейді шежіредей адам соқса. Тағы бір мінезі бар таңғажайып. Еш уақыт сөйлемейді адам жоқта. Яғни бұл жұмбақтың шешуі, ойланыңыздар. Керемет жауап. Домбыра. Біз домбыра арқылы үлкен күй құдіретін туғызамыз. Яғни екінші тапсырмаға назар салайық. Аңызды түсініп оқы. Күй құдіреті. Бірде Фараби әмір сарайына барыпты. Онда әкімдер, ғалымдар, өнерпаздар көп жиналған екен. Қыпшақтарша киінген Фараби елеусіз ғана бір шеттен орын алады. Ол өзі жасап алған домбырасымен күй тартса, жұрттың бәрі күліп, мәз мейрам болады. Енді бір күйін тартқанда, әлгілер қамығып, жылай бастайды. Және бір күй тартқанда бәрі маужырап, ұйықтап қалыпты. Фараби бұл күйлерді тартқан Қыпшақ әл-Фараби деп хат жазыпты да өзі сарайдан шығып кетіпті. Әмірші оны қанша іздесе де таба алмапты. Сөздікке зер салайық. Қыпшақ рудың аты. Құдіреті деген сөз күші, қасиеті деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма. Суретке зер сал. Күйші қандай күй тартып отыр деп ойлайсың? Неліктен? Яғни бұл күй құдіреті аңызындағы мәтіннің суреттемесі, яғни бейнесі. Күй тартып отқан ол бізде Фараби болса, ал артындағы отырған адамдар тыңдаушылар. Төртінші тапсырма. Фараби тартқан күйдің құдіреті неде деп ойлайсың? Мәтінге сүйеніп жауап бер. Күй құдіреті ұйықтатады. Тағы да не істейді? Аңызда қандай? Ұйықтатады, және де жылатады, және де күлдіртеді. Дәптеріңе жазып ал. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Әмірші Фарабиді неге іздеді деп ойлайсың? Болжа. Фарабиді не үшін іздеді? Қандай өнеріне тәнті болды? Оған не айтқысы келді деп ойлайсың? Болжамыңды дәптерге түсір. 6-ші тапсырма. Кім жылдам ойыны? Суреттегі домбыраның әрбір дыбысынан басталатын өнерге қатысты сөздерді тап. Домбыра. Яғни осы жерде А. Музыкалық аспап, Р. Дыбыс ырғағы, Күйшінің аты, Б. Ұрмалы аспап, М. Пәннің атауы, О. Музыканттар жұмы, Д. Оркестрді басқарушы деп аталынған. Ал сіздер соны толық айтасыздар. Яғни М. Пәннің атауы, музыка, Д. Оркестрді басқарушы, дирижер. Сол сияқты басқа әріптердің де толық нұсқасын жазыңыздар. 7-ші тапсырма сіздерге үйге беріледі, яғни қандай күй тыңдағанды ұнатасыздар? Қазіргі өнер сахнасындағы күйшілерді білесіздер ме? Балалар, сіздер күй тыңдағанды шынымен ұнатсаңыздар, қандай күйлер ұнайды, дәптерлеріңізге тізімдерін жазыңыздар. Өнер сахнасындағы күйшілердің атауын жазыңыздар. Бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.